Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге майсыз, дайындалуы да ерекше, өте жеңіл тағамдардың бірін дайындап көрсететін болам. Видеоның соңына дейін қарап, описанияға қалдырып кеткен рецепт бойынша дайындап көруге кеңес беремін. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқа, тұзы мен қара бұрышын қосып араластырамыз. Үстіне кішкене сүт құямыз, тары салып, араластырып. Енді көріп тұрғандарыңыздай мен үлкенде ыдысқа пакет кигізіп қойдым. Сол пакеттің ішіне массаны құйып аламыз. Пакеттің ішіне кішкене ауа қалдырып, аузын түйіп, осылай қылып. Енді алдын ала сарқылдап қайнап тұрған суымызға пакетті салып қоямыз 20 минутқа. Астын кішкене азайтып, менің арнама тіркелмеген болсаңыз, арнаға тіркеліп, күнделікті салып отыратын видеоларымды көріп, лайк басып, комментария қалдырып кетсеңіздер болады. Міне тамағымыз дайын. Асыққанда өте керемет, майсыз, жеңіл, өте сіңімді тағамдардың бірі. Ешқандай пакетке жабыспаған. Міне осылай кесіп, әдемілеп кесіп, жесеңіздер болады, ас болсын.